Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Жұлдызды жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арна төмендегі бір ғана лайк және подписать етулерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Қытай жаңа жыл Димаш Құдайберген мерекелік фестивалда өнер көрсетті. Жаңа жыл қарсаңында Қытайды күнтізбесі бойынша қазақстандық орындаушы Димаш Құдайберген көктем фестиваліне қатысты деп хабарлайды Қазақпарат, Zakon.kz ақпарат агенттігі сілтеме жасап. Әншінің баспасөз қызметінің хабарлауынша 26 қарашада шоудың негізгі телеарнасында көрсетіліп өтілді. Димаш қытайлық танымал орындаушылармен бірге және Teens in Times тобымен бірге ұлттық гимнастика компаниясының командасының сүйемелеуінде Цинцзиндегі ең әдемі алаңда өнер көрсетті деп хабарлайды Zakon.kz ақпарат агенттігі. Мен бұл сахнада өнер көрсеткен кезде мен мұны шын жүректен, елімізден, Қазақстаннан қытайлық үлкен достарымызға үлкен құрметпен жасаймын деп атап өтті Димаш Құдайберген. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.